Жұмыртқасыз, оңай және тез дайындалатын дәмді торт жасаймыз. Алдымен ыдысымызға ұн, какао, разрыхлитель, тұз, қант, ванилин, су, сұйық майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Енді кремін жасаймыз. Қаймаққа сгущенка қосып, жақсылап миксерлейміз. Крем дайын. Коржымыз толық суыған соң, екіге бөліп, шектерін туралаймыз. Ортасына үстіне кремдерді толық жағып, тегістеп шығамыз. Шетінен шыққан корждарымызды майдалап, тортымызды әрлейміз. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.